Кайырлы күн достар, сіздерге өте дәмді менің сүйікті печеньемді дайындап көрсететін боламын. Сіздер де дайындап көріңіздер, өте дәмді шыққан. Бізге ең алдымен осындай үй температурасындағы 250 граммдай сары май керек. Оның үстінен бір жұмыртқа қосамыз, сахарный пудра қосамыз 1 стакандай, және какао, ванилин, разготительді бірге қосып жібереміз. Және де бір араластырып, үстінен сұйық май қосамыз. Тағы да араластырамыз. Араластырғаннан соң оның үстінен аз мөлшерде ұн қосып, тағы да араластырып аламыз. Яғни біз қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр дайындауымыз керек. Мінекей достар, біздің қолымызға жабысты, тағы да ұн қосып араластыратын боламыз. Мінекей достар, қолға жабыспайтындай осындай қамыр болу керек. Енді оны дөңгелек етіп, қантымызға батырамыз. Достар, қамырымызды 20-21 граммнан өлшеп алып, оны дөңгелек етіп, қантымызға осылай батырып араластырамыз. Содан соң ортасын қолмен тесетін боласыздар. Осылай барлығын жасап аласыздар. Мінекей достар, біздің печеньеміз дайын болды. Енді оның үстінен нутелланы жақсаңыздар болады. Немесе шоколад. Мен нутелланы қолдандым. Осылай өте дәмді болды. Сіздер де дайындап көріңіздер, өте дәмді шықты. Сіздерге ұнаған болса, менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.